Армысың қызық. Дамире былай дейді. Жеті шелпек пісіріп еш шығарып, ата бабаларға батаны әйел кісіде айтса болады ма дейді. Әрине болады. Қазақтың дүниетаным бойынша ер адамда, әйел адамда қасиет. Екеуінің терезесі тең. Оның үстіне сен ойлап отырсың. Жеті шелпек берем ата бабаларымның әруағына, немесе басыңнан өтіп жатқан бір жағдайға байланысты. Яғни ақиет сен бүткіл сөзді айтпа қойдың барлығын өзің көкейден шығаруың керек. Көкейден шығаруың керек. Бағыштауың керек, бағыттауың керек. Сенің айтқан сөзің ғана бағыттап отырған жерге, әруақтарға, кесейін деп отырған жамандыққа, жетейін деп отырған жақсылыққа тура жетеді. Біз өмір бойы әруақтан жақсылық, Құдайдан тілеп келе жатқан ұлтпыз. Ал жетінің сондай амалдардың бірі. Ұлы ұстан. Ниетің қабыл болсын.